Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, Адан яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге бау-бақшамнан жинап алынған қиярдан және әртүрлі көкөністерден ассорти жабуды көрсететін боламын. Бұл рецепті өзім қолданғалы 30 жылдан астам уақыт өтті. Бала күнімде көршім орыс әжем үйреткен болатын. Осы уақытқа дейін бір атылып көрген жоқ. Сондықтан дәл осы рецептпен, дәл осы банканы жабудың жолымен сіздерде жауап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендеше жасалу жолына көшейік. Ең алдымен осы қажетті заттарымызды барлығын жуып дайындап аламыз. Жалпы қияр атылып кетпес үшін ең басты осы қиярды жапқан кездегі атылмауының себебі бұл қиярдың сыртын жақсылап жуып алуымыз керек. Мінекей дәл осындай щеткамен немесе өздеріңіз үйдегі бар щеткамен жақсылап мінекей бүдір-бүдірлерінің арасын әбден құмы кеткенше, топырағы кеткенше жақсылап жуып алып, мұздай су құйылған табаққа кем дегенде 5-6 сағатқа қиярымызды салып қоюымыз керек. Ал енді қиярымыз суда 5-6 сағат тұрғанша біз ары қарай банкаларды жууға кірісеміз. Бұл банкаларды жууда өте жауапты жұмыс болып саналады. Себебі атылмаудың бір құпиясы осы банканың тазалығында деп айтсам болады. Банканы ыдыс жууға арналған сұйықтықпен, феримен, одан кейін ас содасымен немесе кометпен осылай ысқылап, жақсылап, әбден жылтырағанша жуып шығу керек. Ең бастысы банканың аузының ернегінде кір қалып қалмау керек. Яғни осы кейде көбінесе ауыз жағында кір қалып қалып жатады, банканың кейін атылып кетуіне де себеп болып жатады. Енді түбін тексеріп, әбден жалтырап жуылған банкамызды монтоварканың листіне қойып 10 минуттай стерилизовать етіп аламыз. Әрмен қарай қажетті көкшептердің барлығын жақсылап жуып алып, бір қайтара, екі қайтара жақсылап жуып шығамыз да рассол дайындауға көшеміз. Ол үшін кастрюлемізге су құйып, алдын ала дайындап қойған жуылған көкшептерімізді қосып, қайнатып рассол дайындайтын боламыз. Жалпы хреннің жапырағын, малина, смородина, вишняның жапырағын қосып та қайнатып рассол дайындауға болатын видеоның сілтемесін қалдыра кетемін. Ал енді әрмен қарай ассорти жабуға әртүрлі көкөністерімізді жуып дайындап аламыз. Ассорти жабуға қалауларыңызға қарай помидор, патиссон, кабачок, әртүрлі капустадан жапсаңыздар да болады. Ал енді бүгін мен өзім дачамнан жиналған осы көкөністерді жинап алып, жапқалы жатырмын. Мінекей помидордың осындай қара түсті түрін, әртүрлі помидордың сорттарынан, патиссоннан, кабачоктан, тіпті көк помидордың бір-екеуінде қосып жібергелі отырмын. Мінекей бұрыштарымызға дейін барлығын жақсылап жуып, дайындап алдық. Сарымсағымызды тазалап, мінекей сарымсақты да жақсылап жуып алдық. Ал енді қысқа қиярды және ассорти банка жабуға барлық заттарымыз дайын. Алдын ала жуып, мінекей дайындап қойдық. Банкамызды стерилденіп дайын тұр. Енді банканың ішіне осы дайындап қойған заттарымыздың барлығын жайғастыра бастаймыз. Ең алдымен қара бұрыштан бастаймыз. 2 литрлік банкаға 7-8 горошек қара бұрыштан, 4-5 сарымсақтан салдым. Келесі ащы бұрыштан бір жасыл, бір қызылынан осылай салып шықтық. Қалауларыңызға қарай әрине салмасаңыздар да болады. Енді мінекей тәтті сладкий перистен бір-бірден салып шықтым. Енді қиярымызды бірінші банкаға қиярдан жабатын боламыз. Сондықтан қиярымызды жайғастыра бастаймыз. Қиярдың екі жақ басын алып тастап салсаңыздар да болады. Мен енді өзімнің бау-бақшамнан болғандықтан екі жақ басын алмай осылай тігінен салып шықтым. Енді ассорти жабылатын болғандықтан бет жағына өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, яғни қалаған көкөністеріңізді салсаңыздар болады. Мен енді көк помидор және де помидордың мінекей черри салдым, қызыл помидордан салдым. Банкамыз дайын болды. Енді екінші банкамызға көшеміз. Банканың түбіне лавровый листті салу керектігін айтуды ұмытып кетіппін. Міндетті түрде лавровый лист, қара бұрыш, горошек, сарымсақ салуды ұмытып кетпеңіздер. Және де қызыл бұрыш, қалауларыңызға қарай ары қарай көкөністерді сала бересіздер. Енді бізде екінші банка
ассорти болғандықтан толықтай біз қиярды және мінекей патиссон салдым, целый кабачок салдым. Енді әрмен қарай мінекей бұрыш қалауларыңызға қарай өздеріңіздің қалаған көкөністеріңізді сала берсеңіздер болады. Банкамыздың беткі жағын толтыру үшін тағы да 1-2 патиссон, одан кейін кабачок толықтай сеу үшін оны рифленый әдемі кесетін пышақпен кесіп алып, осылай жайғастырдық. Енді бетіне тағы да патиссон, одан кейін помидор салып, мінекей көк помидор, черри салып, осылай қазір жабатын боламыз. Мінекей бір банка қиярдан, ал екінші банкамызды әртүрлі көкөністерден ассорти қылып дайындап қойдық. Енді бетіне марля жауып, мінекей дайындап қойған суымызды құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Көрші апамның үйреткен дәл осы әдісімен өз бетімше 14 жасымнан бастап жауып келе жатыр екенмін. Одан бері де 30 жылдан астам уақыт өтіпті. Ал енді банкамыздың қақпағын стерилдеу үшін кастрюльге азғантай ғана су құйып 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Енді 10 минут өткеннен кейін мінекей арнайы қақпақты жауып, ішіндегі суды құйып аламыз. Енді екінші банканың суын өлшеп алайық, қанша литр су шығатындығын. 1 литрге азғантай ғана жетпейтіндей 2 литрлік банкадан су шығады екен. Енді осы суды біз қайта қайнататын боламыз. Енді рассол дайындайтын боламыз. Рассол дайындау үшін 1 литрлік суға 1 ас қасық тұз және 2 ас қасық қант салып қайнататын боламыз. Рассолымыз әбден жақсылап қайнағаннан кейін мінекей банкамызға қайтадан құямыз. Марляны бірнеше рет қабаттап, мінекей банканың бетін жауып, осылай рассолымызды құямыз. Марляның орнына ситаны қолдансаңыздар да болады, бірақ өзіме марля ұнайды, себебі марлядан ешқандай жаңа тұздың кейде қанттың арасынан шығып жатқан көзге көрінбейтін қоқыстар да өтіп кетпейді марлядан. Ал енді бүгін уксустың орнына аспиринді қолданып жатырмын. 1 литрлік банкаға 1 аспирин, 2 литрлік банкаға 2 дана аспирин салып жібереміз. Мінекей рассолымызды сақырлап қайнап тұр. Енді осы қайнап тұрған рассолымызды банкамыздың бетіне марля жауып, құйып шығамыз. Осыдан кейін бірден жауып тастайтын боламыз. Енді бізге ватный дискпен уксус қажет болады. Ол не үшін деп ойлайсыздар? Яғни ватный дискке кішкентай ғана сәл ғана уксусты құйып, мінекей 4-5 минут қайнатылған крышкаларымыздың ішкі бетін жаңағы ватный дискпен сүртіп шығамыз. Одан кейін банкаларымыздың бетін жауып, енді закрутканы алып жабатын боламыз. Мен бірінші автоматты қолдандым, екінші бұл полуавтомат. Полуавтоматпен жапқан кезде сағат тіліне қарай до конца бұраймыз да, кейін кері қарай қайтадан бұрап шығамыз. Және жатқызып, мінекей банканы төңкеріп, енді дұрыс жабылған, жабылмағандығын тексереміз. Егер кішкене сәл де болса, 1 тамшы, 2 тамшы су шығып кететін болса, аударған кезде онда банкамыз дұрыс жабылмады деген сөз. Енді екінші банканы да дәл осылай жауып шығамыз. Бірінші автоматпен немесе бірден полуавтоматпен жапсаңыздар да болады. Мінекей банкамызды төңкеріп, жақсылап қарап шығамыз дұрыс жабылғандығын. Енді жерге тақтай төсеп, мінекей тақтайдың үстіне апарып, тағы да төңкеріп қоямыз. Банкамыздың дұрыс жабылғандығын тағы да бір тексеріп шығып, енді үстіне жылы көрпені төсеп, 1-2 тәулікке қойып қоямыз. Сонда банкамыз өзі суып шығуы керек. Достар, біз бүгін 1 банка қиярдан екінші банканы әртүрлі көкөністердің жиынтығынан дәл осындай ассорти қылып жаптық. Сіздер де бау-бақшадан күнделікті піскенін жинап алып, 1-2 банкадан жауып отырсаңыздар болады. Сонда уақытыңыз да көп кетпейді, жасалу жолы да оп-оңай болып көрінеді. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Құрметті көрермендер, видеоны аяғына дейін қарап шыққандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Ал егер видео пайдалы болса, видео ұнап жатырса, онда қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Ол үшін арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Ал қазір сіздерге 14 күн өткеннен кейінгі банкамызды көрсетіп жатырмын. Енді қоймаға апарып қоя берсеңіздер болады. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Сау саламат болыңыздар.